Рамазан жайлы көптеген қате түсініктер мен қиял аңыздар бар. Біз сіздерге бірнешеуін ғана ұсынамыз. Бір қызығы, бұл қате ұғымдар мұсылмандар арасында да және мұсылмандарға сырт көзбен қарайтындардың арасында да табылады. Мұсылмандар арасында кеңінен тараған қате ұғымдардан бастайық. Біріншісі, Рамазанда тек ішіп жеуден ғана тыйылу керек деген ұғым бар. Жоқ, олай емес. Асылында Рамазанда мұсылман баласы ішіп жеуден, адал жармен жыныстық қарым-қатынастан және иманы мен мінезіне кері әсер ететін нәрселерден тыйылады. Екінші қате ұғым, оразашы адамға сілекейін жұтуға болмайды. Бұл кеңінен тараған көптеген мұсылмандарға қиындық туғызып жүрген қате ұғым. Сілекейді жұтуға болады. Үшінші қате ұғым, душқа немесе моншаға түсуге болмайды. Бұл қате ұғым ұстаздарымыздың ауыз бен мұрын арқылы су кіріп кетпеудің алдын алу үшін айтылған ескертулерінен туындаса керек. Егер су жұтып қоюдың қаупі болмаса, емін-еркін шомыла беріңіз. Көптеген адамдар абайсыздықта ішіп не жеп қойса, оразам бұзылды деп қайғыға батады. Асылы бұл оразаны бұзбайды. Керісінше, Алла тағала сізге мейірімін төгіп, азық беріп, қуаттап жіберді деп біліңіз. Алайда ораза екеніңіз есіңізге түскен сәтте бірден тоқтау керек. Ал енді мұсылман еместер арасында кеңінен таралған қате ұғымдар жайлы тоқталсақ. Бірінші қате ұғым, Рамазан мұсылмандар үшін өз-өзін азаптау, сынақ айы деп білу. Әрине, бұл қате пікір. Керісінше, оразаның себебімен ағзамыздың саулығы мен жеке тиімділігіміз арта түседі. Әлем бойынша мұсылмандар бұл айды жыл бойы асыға күтеді. Бұл мейірім, кешірім, көркею, өрлеу айы. Екінші қате ұғым, жас балалар, қарт кісілер, жүкті әйелдер, жалпы барлық мұсылмандар ораза ұстауы керек. Әлбетте олай емес. Жоғарыда айтылған адамдармен қатар сырқат және сапардағы адамдар оразадан босатылады. Келесі қате ұғым, Рамазан үнемі жылдың ыстық мезгілінде келеді. Бұл да қате пікір. Жыл сайын Рамазан өткен жылға қарағанда 10-11 күн ерте келеді. Құдай қаласа 1-2 жылдан кейін Рамазан қыста келеді. Намаз оқымайтындар ораза ұстамайды. Намаз және ораза мұсылманның мойнындағы жеке-жеке парыз құлшылықтар. Намаз оқымайтын адам ораза ұстау парызынан босатылмайды. Сол себепті намаз бастай алмай жүрсеңіз, оразадан бастасаңыз болады. Алла тағала оразаңызды қабыл етіп, басқа да құлшылықтарды орындауды нәсіп етсін. Әмин.